Әке, сіз не істеп отырсыз? Уағалейкум ассалам. Жайғас балам. Мен ертоқым жасап отырмын. Ертоқым көшпенділер мәдениетінің, оның ішінде қазақ халқының салт атқа мініп жүру, жорыққа шыққанда керек негізгі ат абзелі. Бұл аттың арқасын ауыртпайтындай адамға жайлы қылып жасалынады. Және де бұл ақбасер және ойма болып бөлінеді. Бұны көбіне адамдар металдан, ағаштан және теріден жасайды. Сырттарын күміспен, алтынмен әшекейлеп қояды балам. Әке, ал мұны қолыңыздағы не? Бұл қолымдағы жүген балам. Бұл жетектелген немесе мінілген жылқыға арналады. Бұны жылқының бағытын өзгертуге және де тоқтатуға арналған негізгі ат абзелі. Бұл жеңіл иленген қайыстан жасалынады. Кел балам, ұстап көр. Бұл таза қайыстан жасалынады. Бұл жеңіл болады. Аттың басына ауырлық түсірмейді. Ал арғалай тізгінге, шабандозға бағынышты болады. Ал мына жерін ауыздық деп айтайды. Анашымна ойы қалай жасалады? Қызым, бізде қазақ халқында ою-өрнектің мағынасы өте зор. Әр оюдың өз мағынасы бар. Мысалға, қызым, сенің қолыңдағы оюды тұмарша деп атайды. Тұмарша оюын бізге қорған ретінде қасиетті оюлардың бірі. Мына оюды, қызым, құс қанаты деп атаймыз. Мына оюларды қошқар мүйіз деп атайды. Қошқар мүйіз дегеніміз байлықтың, молшылықтың белгісі. Малымыз көп болсын қорамызда деген ниетпен істейміз. Анашымна ойдарды неге құрланамыз? Қызым, бұл оюларды ата-бабамыз текемет, алаша, сырмақ жасаған. Қазіргі заманда біз бұлармен сүмке жасап жүрміз. Сүмкелерге ою ойып жабыстырып жүрміз. Қызым, кел екеуміз сүмке жасайық. Жарайсың, қызым. Сен бүгін ою үйрендің. Үйренгенің өзіңе жақсы, қызым. Істегенің маған жақсы, қызым. Көрдіңдер ме балалар? Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тоңып ішер дейді. Осы үйренгендеріңді ұмытпаңдар.